Сіздерге ең бірінші ұлттық тест орталығы сайтына тіркелу керек болады. Тіркелуді басып, почтаңызды жазасыздар. Почта жазғаннан кейін осындай хабарлама келеді. Көрсетілген электронды мекен-жайға тіркелуіңізді растау үшін хат жолданды. Почтаңызды тіркеліңіз. Келесі біз почтамызды қараймыз. Почтаны қараған уақытта осындай міне национальный центр тестированиеден уже сообщение келеді. Мына жерде сізге электронды мекен-жайды растау деп тұр. Электронды мекен-жайды растауды басамыз. Сол уақытта вот мына жаққа біз уже инімізді енгізуіміз керек. Ин енгізгеннен кейін поискті бассаңыз автоматты түрде сіздің уже данныйларыңыз шығып тұрады. Сосын номер жазамыз. Мына жерде өтініш беру байқау сынағы деп тіркеле бересіздер. Мысалы байқау сынағы деген жерде ОБТ байқау сынағы, онлайн офлайн байқау сынағы, осылай тіркелетін боласыздар ОБТ-ға. Құрметті ата-аналар, оқушылар, дәл осы нұсқаулық арқылы сіздер ұлттық тест центрдің сайтына тіркеле аласыздар және барлық ОБТ-ңызға осы кабинет арқылы тіркелетін боласыздар. Енді ескеретін екі жағдай бар. Бірінші жағдай, кейбір адамдарға почтасын жазған уақытта почтаға сообщение келмейді, яғни сообщениені таба алмай жатады. Бұл уақытта ол SMS спамға кетіп қалды деген сөз. Яғни почтаның осы жерін қарасаңыздар, спам деген тұрады. Сол спамды ашсаңыз, жаңағы национальный центр тестированиядан SMS тұрады, соған не спам деген батырманы басқан уақытта ол SMS сізге көрінеді. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай, логин пароль сұрайды. Келесі жолы сіз кіру батырмасын басып кірген уақытта сізден пароль сұрайды. Бірақ сіз пароль жазған жоқсыз, жаңа. Бұл пароль қайда? Бұл пароль жаңағы почтаға келген национальный центр тестированиядан келген SMS-та тұрады. Логиніңізді, почтаңыз, парольді сандар тұрады. Дәл осы сандар сіздің пароліңіз, яғни логиніңіз жаңағы тіркелген почтаңыз, ал пароліңіз болса тест центрдің өзі берген сандар. Бұл сандарды сіз өзгертсеңіз де болады, өзгертпей қалдырсаңыздар да болады. Осы жерін ескеріңіздер және видеоны класстастарыңызға, сыныптастарыңызға, оқушыларыңызға жіберіңіздер.